Қыздар көп кетірмей уақытты бастайын. Негізі оның алдында түсірген едім видеоны. По каким-то причинам ол видеом сақталмай қалды. Настроением түсіп кетті. Придется заново написать. Ал кеттік, давайте комментарийларды өшірем. Постараюсь сохранить. Жалпы негізі біз овуляция, бүгінгі тақырыбымыз негізі овуляция дегеніміз не, овуляцияны қалай есептейміз. Бірақ біз овуляцияны білмес бұрын біз циклдың, етекір циклының нормасы жайлы білуіміз керек. Неге? Өйткені тікелей соған байланысты. Негізі етекір циклы бізде нормада 21-35 күн сайын келуі керек. То есть 23 күн сайын, 25 күн сайын, 26 күн сайын келсе норма. То есть 21 күн мен 35 күн аралығында. То есть бірақ 21 күннен аз болмауы керек, 35 күннен көп болмауы керек. Яғни сол аралықта болатын болса, это норма. Қандай кезде етекір циклы дұрыс келмеуі мүмкін? Ол бірінші пубертатный периодта, то есть етекір циклы ең бірінші келетін уақыт бізде менархия деп аталады. То есть менархия келгеннен кейін 4 жылдың ішінде қыздарда негізі тұрақталу жүреді. Ол 4 жылдың ішінде тұрақталып бітуі керек. Мысалы циклы оның 50 күн сайын, 40 күн сайын келуі мүмкін. То есть 21 күн мен 35 күн араласына сәйкес келмейді. Арасы ұзақ келеді, немесе 3 ай сайын, 4 ай сайын келеді. Бірақ ол обязательно тұрақталу керек. Если ол тұрақталмайтын болса, это уже патология, какой-то причинасын іздеу керек, не үшін келмей жатыр деп. Менструалдық цикл, етекір циклы ең бірінші келген жасты менархия айттым, менархия деп. Ол 14 жаста келуі мүмкін, 15 жаста келуі мүмкін, 16 жаста, біреуде 17 жаста келуі мүмкін. Кешіріңіздер. Сонымен қатар қай кезде предклимактерический период кезінде, то есть климаксқа 5 жыл, 10 жыл қалғанда цикл бұзыла бастайды. Яғни ол 3 ай сайын, 1 ай сайын, 1,5 ай сайын, 2 ай сайын келіп, 35 күн сайын, 40, то есть 35 емес, 40 күн сайын, 50 күн сайын, 60 күн сайын келіп, сөйтіп барып тоқтайды. Неге? Өйткені бізде етекір циклының тоқтауы бізде фолликулярный запасқа байланысты. Бізде фолликулярный запас бізде туылғаннан уже құрсағымызда болады. То есть клеткаларымыз. Ол қалай болады? Мен мысалы өзімнің анамның утробында жатқанда, анамның құрсағында жатқанда, менде уже қыз балаларында фолликулярный запас уже түзіліп қояды. Ол қор айналы. Белгілі бір қорда, оны сен сырттан кіргізе алмайсың, еш нәрсемен восполнять ете алмайсың, ішіп толтыра алмайсың еш нәрсемен. Яғни ол фолликулярный запастың саны где-то 4,5-5 миллион болады. Бірақ мен уже туылған соң, менде оның саны где-то 3-4 миллион болуы мүмкін. Мен уже пубертатный периодқа жеткен кезде, жасөспірім кезімде менде саны миллион болады. Это не только у меня, это у всех такое бывает, да. Потом миллион болды. Енді мен ұрпақ өріктеу жасына жеткен кезде саны уже 500 мың, 400 мың, 500 мың болады. Значит, ол барлығымызда сондай 400 мың, 500 мың фолликулярный запас болады. Сол үшін қыздар ертерек тұрмысқа шыққандарыңыз дұрыс. Өйткені сіздің жасыңыз үлкейген сайын, сіздің клеткаларыңыз қартая бастайды. И еще сан азаяды. Минут сайын, секунд сайын, ай сайын, сағат сайын ол фолликулдар кете береді. То есть оң жақтан 10 фолликул, сол жақтан сол фолликул, 10 жақты фолликул, екі жақтан көп фолликул кете береді, сөйтіп азаяды. Азайып таусылған кезде уже климакс наступать етеді. Көбінесе біз фолликулдардың санын, қанша запасы бар екенін антимюллеровый гормон деген гормон арқылы біле аламыз. Одан кейін енді вообще етекір цикл қалай болады, соған тоқтала кетейік. Мысалы қараңыздар. Вот бізде это матка, да? Это матка. Это наша труба, вот труба, жатыр тұтығы. Мынау шашақтары, фимбрия деп аталады. Это мынау аналық без бізде. Осы бізде аналық безінің ішінде бізде фолликулдар болатынын қараңыздар. Майда. И оның саны 10 шақты болады. Мына жақта 10 шақты, и ана жақта екінші жағы. Мына просто сіздерге түсінікті болу үшін мен жарты жағын қойып қойдым да. Мына жақта екінші жарты жағы бар. Асимметричный ғой.
то есть симметрично. И мына жақтың 10 шақты фолликул дамиды да. Қараңыз, осы фолликулдар, мысалы осы фолликулдардың саны, мына жерде только біреуінің дамығанын көрсетіп қойған, негізі саны 10 шақты болады, бұның бәрі осылай дамиды. Мысалы, мына бір фолликулдың ішінде, фолликул негізі өзі жидкостной болады, іші суға толып тұрады. Фолликулдың іші суға толып тұрады, және бір яйцеклетка болады ішінде, аналық клетка, жаңағы сперматозоидпен кездесетін клетка осылай тұрады. Яғни бұл қалай дамиды? Мысалы, біздің циклымыздың бірінші күні бар ғой, етеккір келген бірінші күнші. Сол етеккір келген бірінші күні бізде миымызда гормон бөлінеді. Фолликулостимулирующий гормон, то есть осы фолликулды стимулировать ететін гормон. Сол стимулировать ететін гормон бөлінсе, мына фолликул уже өсе береді. И ішінде эстроген деген гормон бөлінеді. Ол эстроген деген гормон осы ертең мына эмбрион осы маткаға беку үшін эндометрийге, осы эндометрийді қалыңдатып жібереді. Қалыңдататын осылардан бөлінетін эстроген деген гормон. То есть ол қалай дамиды? Мысалы, 10 шақты фолликул жайлап дамиды, үлкен болып өседі. Осы 10 шақты фолликулдың ішінде біреуі ғана доминантный фолликул болады. Доминантный деген сөз ең бәрін басып, озып шыққан герой фолликул деп айтсақ болады. Сол фолликул осында белгілі бір овуляция уақытына жетеді. То есть циклдың ортасы біреуде ерте болады, біреуде кеш болады. Мысалы, қара, біреуде 19-ші күні болуы мүмкін, біреуде 14-ші күні, біреуде 13-ші күні болуы мүмкін, да? Сол доминантный фолликулдың нормасы 14 мм мен 15 мм мен 25 мм аралығындағы сантиметрге жеткен кезде ол уже овуляция уақыты болды. Овуляция уақыты болған кезде уже біздің мидан лютеинизирующий гормон деген бар. Сол бөлінеді. Болды. Лютеинизирующий гормон бөлінсе, уже 24-36 сағаттан кейін мына жердегі фолликул жарылып қанайды. Қанаған орнынан ішінен мына фолликул бар ғой. То есть яйцеклетка. Сол яйцеклетка сыртқа жарып шығады. Сол жарып шыққан уақытты біз овуляция деп айтамыз. Сыртқа жарып шықты, овуляция болды. Қалған орны қанайды. Жара болып қалады да, осы жері жара болып қалады. Бірақ бұл жерден кейін желтое тело пайда болады. Сол желтое теломен прогестерон деген гормон бөлінеді. Өйткені ол прогестерон гормоны бізде беременность поддержать етеді, если мына жерде беременность наступать ететін болса. Қараңыз, яйцеклетка мына майда клетка, біздің аналық клеткамыз осы. Осы жерде кездесті, шықты, сперматозоидпен кездеседі енді. Сөйтіп түзіледі. Көрдіңіздер ма? Сперматозоидпен мына жерде түзілді, айтпақшы, міне қараңыз. Түзілді, өйтіп өстіп жүріп, эмбрион сатысына міне қарағанда жетеді, бластоциста сатысына. Енді сіздер медицинский сөзді түсінбейсіздер ғой, бірақ сонда сіздерге түсінікті болу үшін айтайын. Эмбрион деп айта берейін да, сол эмбрион бізге 5 күн бойына жүреді. 5 күн бойына жүріп, 6-7 күндері түседі, 7-8 күндері уже эндометрия қабатына бекиді. Бізде мына желтое тело бар ғой жаңағышы. Сол желтое теломен бөлінген прогестерон гормоны бізде қалыпты нормада болу керек. Өйткені сол бізде мына эндометрия қабатын сочный қылып, қан тамырландырып күшті қылып ұстап тұратын. Сол бізде осы прогестерон гормоны. Енді қыздар, біздер неге тоқтайық? Қазір мына жерде бір күшті сурет бар. Мынау естественно неде түсірілген, микроскоппен деп айтадым. Вообще қараңыз, мынау фолликул сол жарылды. Мынау яйцеклетка, көрдіңіз ғой? Мынау орны, қанаған орны қанайды, шыққан орны. Мынау жарылады. Осы процесс именно жарып шығатқан. Это и овуляция деп аталады. Енді қазір біздер неге тоқтала кетейік? Біздер енді овуляцияға енді біз овуляцияны анықтау жолдарына тоқтала кетейік. Бірінші, егер сіздің циклыңыз регулярный болатын болса, 21 күн сайын немесе 35 күн сайын, 21 күн мен 35 күн арасындағы күндер бар ғой, 25 күн сайын, 26 күн сайын келіп отыратын болса, значит, у вас овуляция есть, бар. Просто его надо ловить, хорошо? Ал егер сізде, мысалы, қараңыз, циклыңыз нерегулярный болатын болса да, 35 күннен көп 40 күн сайын келетін болса, немесе 21 күннен аз 17 күн сайын, 18 күн сайын келетін болса, бірақ та бір жылдың ішінде хотя бы 8 рет сізде етеккір циклы келген болса,
у вас овуляция есть, но нерегулярно. То есть его тоже надо ловить, бірақ мысалы ол былай бір айда келеді, келесі ай келмеуі мүмкін, тағы бір ай келеді, келесі айда келмеуі мүмкін, да, овуляция. То есть сіз оны ұстап алуыңыз керек. Или УЗИ арқылы, жаңа мен айтатын қазір бір тәсілдер арқылы. Енді тағы бір несінен тоқтала кетейік. Тағы бір түрі бұл циклдың тура ортасында жұмыртқаның ағы сияқты тягучий липкий выделение. Сіз өзіңіз сезесіз оны. Тек сіз өзіңіз ғана білесіз, потому что именно сол циклдың тура ортасында ғана бөлінеді да ол. Басқа выделениеге ұқсамайды ол деген. Жұмыртқаның ағы болады, ол кәдімгі білесіз, жұмыртқаның жабысқақ болады ол бір-бірімен. Тура сондай выделение болады. Значит, сол уақытта у вас уже овуляция деген сөз. Одан кейін тағы бір симптомдарының бірі ол боль. Өйткені жаңа мен айтқандай доминантный фолликул, герой фолликул болады ғой, бір барлық фолликулдардың арасынан басып озып шыққан. Сол фолликул жаңағы белгілі бір сантиметрге жетеді ғой, 25 айттым, нормасы 25-ке дейін бару керек. Сол 25-ке дейін созылам дегенше капсуласы созылып, сол ауыртады адамда. Өзіңіз сезесіз, какой-то циклдың ортасына жақындағанда у вас с правой стороны или с левой стороны какой-то болезненное ощущение болады. Сосын ойлайсыз, здесь, значит, это у меня, кажется, с правой стороны или с левой стороны, кажется, овуляция происходит деген сияқты, потому что вы чувствуете это. Енді тағы бір түрлері бұл УЗИ. Қазір мен сізге көрсетейін. УЗИде доминантный фолликулдың анықталуы. Бірақ сіз қараңыз, УЗИге барасыз. УЗИге, мысалы, сіздің циклыңыз 28 күн сайын болатын болса, циклдың ортасы получается у вас 14 күнді. 14 күнге жетпей, 13-12 күндері немесе 10 күндері барып, 3-4 күн сайын УЗИмен бақылап отырасыз. Бұл фолликулометрия деп аталады. Мен сіздерге былай түсінікті болу үшін көрсетейін. Мынау УЗИдің несі да. Мысалы қараңыз, мына қап-қара болып тұрғанша дөңгелек. Бұның бәрі фолликул. Бұл анахогенное образование деп аталады. Ішінің бәрі жидкостьқа толып тұр. Жидкостьқа толып тұрса, значит қап-қара. Көрдіңіз ба? Мынау да. Мына жерден қараңыз, майда қап-қара дөңгелектер тұр, иә? Бұның бәрі фолликулдар. Бірақ мен айттым жаңа, ішінде доминантный фолликул болу керек дедім. Сол доминантный фолликул 25 мм-ге жеткен кезде уже овуляция болады. Значит, сізде овуляция скоро болады дегенді біледі. Вот мне, но доминантный. Қараңыз, бәрі маленький, да, размерлері, а этот большой. Көрдіңіз ба? Этот герой фолликул у вас. Бәрін озып шығып, ертең ішінен жарылып, овуляция болып, оплодотворение болатын осы фолликул сізде. Ертең УЗИске барған кезде, мысалы, сол УЗИден сұрасаңыз болады. Менде, мысалы, доминантный фолликул бар ма, сантиметрі қанша деп, бірақ сіз циклдың ортасына жетпей, 2-3 күн бұрын сайын бару керексіз. Мысалы, УЗИ описаниеде жазылып тұр міне. Қараңыз. Правый яичник, однородный фолликул до 10, левый яичникте фолликул бар екен. Міне көрдіңіздер ма? Доминантный фолликул 15 мм деп тұр. Значит, это норма. Мен айттым уже 15 пен 25 мм-ге дейін жетеді бұл фолликул, овуляция уақытысына дейін. И қараңыз, у нее на 14 день цикла эндометрийдің толщинасы 10-4 дейді. Это нормально. Эндометрийдің қалыңдығы 7 мен 12 мм арасында болуы керек. Это у нее 10, значит, норма у нее. Қазір. Мысалы, мына елге тоқтайық. Қараңыз, у нее эндометрий 7-2, мен айттым жаңа 7 деген норма деді. Норма трехслойный деген, значит, трехслойный болса, қандануы жақсы, сочный, күшті деген сөз эндометрий. Енді қараңыз, мына жерде доминантный фолликулды көрдіңіз ба? Қараңыз, правый да тұр екен. У нее на правом яичнике доминантный фолликул 17-8 мм, көрдіңіз ба? Норма. То есть ол ертең 25-ке дейін жайлап үлкейеді. Соны бақылап отырасыздар. В общем, осылай. Мына жерде тоже көруге болады. УЗИде көрдіңіздер ма? Мына доминантный фолликул. Ол 25-ке дейін жету керек. 25-тен асып кетіп 30-ға дейін жетіп қалса, это уже фолликулярная кистаға айналып кетеді. Это уже другая тема. Мынаны көрдіңіз ба? Мынаның бәрі фолликул қап-қара болып тұрған. Это большой, это доминантный, бәрін озып шыққан фолликул. Немесе желтое тело деп берсе, УЗИдан ше, егер мына қараңыз, мына УЗИде көрдіңіз ба? Левый яичникте желтое тело 1,7-0,8 см. Значит, сізде желтое тело осыдан бір күн бұрын сізде уже овуляция болып қойды дегенді білдіреді. Өйткені желтое тело овуляциядан кейін пайда болады. Түсініңіздер ғой, соны біліп алыңыздар. Енді қыздар, овуляцияны анықтаудың тағы бір түрлерінің бірі бұл тест на овуляцию.
Тест на овуляциядыкы сіз как тест на беременность сияқты сатып аласыз аптекадан и күнделікті өлшеп отырасыз, как тест на беременность сияқты. Мысалы, қазір көрсетейін. Мысалы, мына қызда да у нее цикл длинный. У нее поздняя овуляция, көрдіңіздер ма? 19-ші күні анық болып тұр. Ана ол қайтты, 11-ші күннен бастап салды. Негізі тест на беременностьті, тест на овуляцию көбінесе кешкі уақыттарда жасаған дұрыс та. Мочаға саласыз, как тест на беременность, бірақ бұның несі әсері лютинизирующий гормонға негізделген, өйткені овуляцияға 24 сағат қалғанда немесе 36 сағат қарағанда организмде лютинизирующий гормон бөлінеді, соған негізделген. Қараңыз, 11-ші күні салды, жоқ, 12-ші күні салды, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19-ші күні салған күні уже у нее, вот смотрите, анық болып тұр да, как тест на беременность сияқты. Значит, у нее 19-ші күні овуляция болады. Осы күні қосылсаңыздар, көтересіздер деген сөз. Түсініңіздер ма? Біреулерде овуляция ерте болады, 11-ші күндері, 10-ші күндері, біреуде 19, 20-ші күндері, біреуде 14, 15-ші күндері. Мына қызға келейік. Мына қыз уже 11-ші күннен бастаған, у нее цикл регулярный, 28 күн сайында. Циклның ортасы 14 күн. Получается, у нее қара 11-ші күннен бастап салды. 11, 12, 13, 14 күн анық көрінді. Мына жерде сізге анық көрінуі мүмкін, маған анық көрініп тұр да. У нее две полоски, значит, у нее день овуляции вот этот 14 күн да. Утром, вечером, таңертең кешке көрген, екеуінде де анық болып тұр. Значит, осы уақытта күйеуімен қосылса, у нее уже вероятность жоғарылайды. Еще вот этот тавр. Мына кісіде цикл ертерек болған, 11-ші күні. Қараңыз, у нее 6-ші күннен бастап салған циклының. 6-ші күн жоқ, 7-ші күн жоқ, 8-ші күн, 9-ші күн, 10-ші күн жоқ, 11-ші күні утро сәл бар, 12-ші күні кешке уже анық болып тұр. Тура овуляция болып атқан күн, значит, сол күні қосылса, уже болады деген сөз. Енді тағы бір анықтайтын тәсілдердің бірі бұл біздерде прогестерон гормонына тапсыру. Бірақ сіздер прогестерон гормонына дұрыстап тапсыруларыңыз керек. Келесі менструацияңыз келгенге дейін 7 күн бұрын, то есть до предполагаемой менструации за 7 дней. И тапсырған кезде оның вариабельности көбінесе өте жоғары болады. Нормасы 3-тен көп болу керек. 3-тен көп болса, значит, у вас овуляция бар дегенді білдіреді. Бірақ сіз дұрыстап тапсырмасаңыз, если күнімен шатасып қалсаңыз, оның результаты дұрыс болмайды. Если вы промахнули следующий раз, то есть келесі айда қайталап көрсеңіз болады, 3-тен көп болу керек нормасы. Солай қыздар, осы негізгі тәсілдерінің бірі. Егер сұрақтарыңыз болса, WhatsApp-қа жазыңыздар, уақытым болған кезде бірге талдаймыз, хорошо? Пока! Сақтайтын жоқ.